саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тіл сабағымыздың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Сабақтың мақсаты сурет бойынша мәтін мазмұнын болжау, мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі ойды анықтау, жоспарды толықтыру, сөйлемдерден етістіктерді табу. Енді бірінші тапсырмаға қарайық мұқият. Сәйкестендірейік. Динаның ұстазы кім? Құрманғазы кім? Домбырашы болу үшін не істеу керек? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Динаның ұстазы Құрманғазы. Құрманғазы кім? Күй атасы Құрманғазы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Дыбысты сүйе білу қажет. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Ерінбеу. Жақсы оқушылар. Енді сәйкестендірейік. Осы сөйлемдерден етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі екенін айтайық. Сүйе білу бұл күрделі етістік. Осылай ары қарай ажыратыңдар. Келесі жазылым. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Күйші күй не істейді? Тартады, жыршы жырлайды. Осылай ары қарай тиісті етістіктерді қойып, сөйлемді әдемілеп жазыңдар. Көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жазыңдар. Келе жатыр, келе бастады. Бұлар күрделі етістіктер. Ол дара етістікті қалай жазамыз? Келеді. Тарталады, тартып жатыр, тартып жүр. Бұлардың барлығы да күрделі етістік. Ал оны бір ғана сөзбен, яғни дара етістік қалай жазамыз? Тартады. Осылайша ары қарай орындайсыңдар және күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап жазыңдар. Енді оқушылар, суретке мұқият қарайықшы. Қандай мәтін оқимыз деп ойлайсыңдар? Тақырыбы мәтінімізде күйші жайлы айтылатын болады. Мәтінмен жұмыс, мәтінді мұқият оқимын. Мұқият тыңдай қойыңдар. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын, Исатай ердің серігі. Халық үшін жан берген, сол ерлердің ұраны, сол күресінің дабылы, мынау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді деп, қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған Атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Енді оқушылар, мәтінге ат қояйық. Мәтінде не жайлы айтылды? Мәтіннің негізгі ойын анықтайық. Мәтінде күйші жайлы. Жоспарды толықтырайық. Дина мен Құрманғазының танысуы бірінші бөлімде айтылған. Екінші бөлімде Құрманғазының Динаға аманаттап, домбырасын тапсыруы, немесе өздеріңіздің ойларыңызды осылай әр жоспарға сәйкес толықтырып жазыңдар. Жоспар бойынша мәтінді мазмұндаймыз және мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түріне ажыратыңдар.